Осы құрылғыларды қосылу нәтижесінде 23 жылдың бір айында жол көлік оқиғалары 4,8%-ға, яғни 21-ден 20-ға, қайтыс болғандар 61%-ға, яғни 18-ден 7-ге, жарақат алғандар 3,1%-ға, 32-ден 31-ге азайды. Осымен бірге облыс көлемінде жылдамдық асырып жол көлік оқиғаларын жасағандар былтырғы жылмен салыстырғанда едәуір төмендеді. Былтыр мәселенге бір күнде 20 мен 30-дың арасында механикалық жол көлік оқиғасы дейміз ғой, сондай тіркелетін болса, қазіргі күнде 10-12-де соған дейін төмендеп отыр. Сонымен қатар 22 жылы балалардың қатысуымен 110 жол көлік оқиғасы орын алып, 16 жас өспірім қайтыс болып, 120-сы дене жарақатын алған. 23 жылдың бір айында 2 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 4 жас өспірім жарақат алды. Анықталған жылдамдық асыру деректері автомат түрде серверге жүктеліп, айыппұл төлеу қажеттілік туралы нұсқама көлік иесінің мекен-жайына жолданады. Қазіргі таңда аталған құрылғымен жылдамдық асырып, көлік құралын басқарған үшін барлығы 12.180 ұйғарым шығарылып, тұрғылықты мекен-жайларына жолданды. Осы ретте жүргізушілердің назарына жылдамдықты межеден асырмай, жол ережелерін сақтап жүруге және жаяу жүргіншілерге де жол жағдайын ескеріп, тек белгіленген орыннан өту қажеттігін ескертеміз. Асырғаннан кейін автокөлікті дер кезінде тоқтата алмай қалады. Ол автокөлікті тежегішті басқанымен де оның сырғанайтын, юзым кететін жолдары бар ғой, өзінің инерциясы бар ғой. Ондай жағдаймен де пешеходный переходтарда қанша адамдар дене жарақатын алып жатыр. Ол соған байланысты алынған нәрсе, оны дұрыс түсіну керек. Осы бойынша мен өзім сауал жолдаған болатым жеке. Енді бір заңдарға байланысты, мен қазір есімде жоқ, бір белгілер ауысқан жағдайда өзгеріс болған кезде бұқаралық ақпараттардан ақпарат берілу керек халыққа, тұрғындарға. Сол бойынша біз халықтың басым көпшілігі, мен өзімнің жаңа жеке нем бар, жаңа арналарым бар, TikTok, YouTube арнада. Соған көп халықтың бәрі жазып жатқанда мен түстім, білмейміз дейді, жаңа аркадан ары қарай қойып қойған білген жоқпыз дейді сынақта. Сол бойынша бір жаңалыққа біздің Қызылорда облысының телеарналарға бұқаралық ақпаратқа шықты ма? Егер ол шыққан болса, бізге соның несі болса, тарихтары болса, соны біз халыққа көрсек, осы кезде шығыпты деген сияқты. Әйтпесе, қазір ешкімді айтпай өздері ауыстырып қойып, ақша істеу, жаңа екінші патрульді келіп, соны ақтау керек, соның ақшасын шығару керек деген көптеген хабарламалар келіп жатыр. Оны барлықтарыңыз білесіздер, облыс аймақтың несі. Біз республикада адам өлімі жөніне жол көлік оқиғаларынан біз бірінші төрттікте тұрамыз. Алматы облысы, Маңғыстау, Алматы қаласы бізден төмен, Маңғыстау, Атырау облысынан кейін. Сонан кейін біз төрттікке кіреміз. Оларда автокөліктің саны көп мысалы. Оларда Алматы облысында, сосын мына сосын Жамбыл облысы бар. Жамбыл облысы бізден кейін. Үлкен күре жолдар солардан өтеді. Олар мына Эким патруль, оның алдында Кардон дегені бар, Автоураган деген бар. Олардың оны пайдаланып отырғанына, енді мен өтірік айтпасам, бір 3 жылдың ары қарай олар оны пайдаланып жатыр. Ел соған үйренген. Барлық жерде. Түркістан облысын алатын болсақ, Түркістан облысының бәріне айналдыра камералар қойып тастаған. Өзіміз жүрсек те, біз де өзіміз айыппұлымызды төлеп келеміз мәселенге. Жаңа сіз айтып отырған ғой, кей кезде знақты байқамай қаламыз, көрмей қаламыз. Ал сіз айтып отырған нәрсеңіз мынау, Белкөлді ары қарай жылжытты, знақты қойды деген. Ол қаланың аумағын біз белгілемейміз. Егер олай болатын болса, мына пассажирский перевоз кім еді? Автоуправление. Солар мына қаланың көлемі кеңейді, мынандай жерге мынандай знак қою жөнінен біз шешім қабыл, бізбен ақылдасу керек. Егер ол еме ойлаймын, олар ақылдаспай еш нәрсе қоймайды деп. Қаланың көлемі кеңейіп отырған, ол жағын біз шешпейміз территориялық аумақты. Знактардың қойын да біз зерттеуіміз керек. Зерттеуіміз, жаңа Белкөл жөнінен тікелей сұрақ қойып жатсыз ғой, ол жөнінде кім Нұрмахан Сансызбайұлы зерттеліп, ол жөнінен тиісті жауаптар берілді оны. Егер ол әр қойылған знактың барлығын біз бұқаралық ақпараттар құралдарына, мәселенге біз ұсыныс береміз, оны қоятын біз емес, оны қоятын қалалық әкімшілік. Енді қалалық әкімшілік ондай не алмаса, онда біз де айтып отырайық, мынандай жерге мынандай жол белгісі қойылды, мынандай жерге мынандай светофор қойылды,
мәселенге 11 ма 10 светофор қойдық қаланың ішінде. Ол айтылды, біздің тарапымыздан әлеуметтік жүйелеге шығарылды. Егер ол әр дворға қойылған, аулаға қойылған, немесе тағы да бір жерге қойған знактарды біз айтып отырсын деген ұсыныстарыңыз болса, Нұрмахан Сансызбайұлы, аймай немесе әр декадта 10 күнде біз әлеуметтік жүйеге жариялап отырайық. Да, кеше келді, мына мектептердің қасында тұрып тығылып атады екен деген халықтың арасында әңгіме бар ғой. Мектептің қасында тұрады да 40 деген жылдамдықтың астына біздің полиция қызметкерлері аңдып тұрып жаңағыларды атады екен. Жоқ, онда аңдып тұрып атпайды. Ол правилада көрсетілген. Бұның тиімділігі сондай, бұл мобильді. Мәселенге айтайық, анау тұрған біздің стационар арқандарымыз бар ғой. Қанша өздеріңізбен бірге жүріп көрдік, қанша оны айттық. Оған да түсіп отыр ғой. Бір жерде тұрған, алдында знагы тұрған. Белгісі тұр о жерде, фотоаппараттың сурет тұр, қарасаңыздар. Күнде соған 20-30 машина түсіп отыр ғой. Ол құқық бұзушылық жасайтын адам ол мигалканы қосып жүр, немесе айқайлап жүр. Қандай белгі қойсаң да, ол бұзатын адам бұзады оны. Тағы да жаңағы мектептер бойынша, енді оның астына біз тағы да ұсыныс бердік. Мектептердің қасында азан 8 бен кешкі 7-ні қойды ғой, дейме? Азан 7-тен кешкі 8-ге дейін. Дополнительно астына знактың не болады? Уақыты. Яғни азанғы 7-ден кешкі 8-ге дейін ғана мынау әрекет етеді мына знак. Қалған уақытта ол әрекет етпейді. Мына ішкі жолда, Тереңөзектің бер жағында, мына Қараөзектің ар жағында бір семья жоқ болып кетті. Бір водитель өртеніп өлді. Неге оны айтпаймыз? А сол жолда анау патруль етіп жүрген Эркин патруль несін жаңа светофор мигалкасын жақпай жүреді. Мен көрмей қалдым, мен көрсем жай жүретін едім дейді. Онда сіз өзіңіздің қауіпсіздігіңізді өзіңіз қамтамасыз ету керексіз ғой. Сонда Эркин патруль жүрсе, ол жай жүреді да, Эркин болмаса, ол қат жүреді ме? Қалай? Бәрімізге белгіленген заң бар ғой. Біз 55-тен асырмаймыз. Олар келеді тәртіп бұзады, сонан кейін отына Эркин патрулына дұрыс халық болғаннан кейін әртүрлі мнение болады. Ол барлық кезде бәрі жақсы екен, бәрі жаман екен деп бір жағынан шығып кетпейді. Бұда қаласы әуежай арасындағы жолға 80 км/сағат сұрап. Мен жаңағына сіз естімей алдыңыз ғой. Сол бойынша маған жауап келді. Осы мына қалалық әкімшіліктен. Басқармадан. Амангелдінің әуежайға бұрылатыннан, бұрылысынан ПМК-ның 29-ның бұрылысына дейін деп. Кішкентай жерге ғана 80 қоямыз деп. Жоқ, сіз шамалы, мүмкін біздің қызметкерлер жанысқан шығар. Мына не бар, мен жаңа айтқан, батыс Европадан өткеннен кейін развязчный. Сосын ары қарай бетіп өзі айналып жол түседі. Біз сол жерден қазір зерттеп жатыр. Ол жайдан жай ол знак қойыла салмайды. Зерттеп, сосын мына Амангелдінің повороты бар ғой. Соған дейін ба қойсақ деген ойымыз бар. Екінші жағынан тағы теріс пікірлер болып жатыр. Егер біз ол жерге 80 деп қойсақ, ол онда допустимый 10 бар, ол жерде 90-мен жүреді. Насколько это будет безопасно? Ол жағын зерттейміз. Ол жәндегі 10 адам айтты, 5 адам айтты деп, енді ол қойылмайды ғой, әр нәрсенің өзінің стандарты бар, заңы бар. Егер келетін болса, өйткені ол жерлерде бетеп айналып өтетін нелер бар. Сосын автоцон жарайды. Малдар шығатын жерлері бар, елді мекендерде халық малайды. Соның бәрін ескеріп, категоричный я болады, я болмайды деген оған әлі. Ол сізге предварительный жауап берген шығар, біз ары қарай оны Нұрмахан Сансызбайұлы, оларды ДТИ-міз бар, олар зерттейді жергілікті атқарушы органмен. Оған 15 күн кетер, оған 1 ай кетер. Включенные маячками. Давайте кімге тапсырма беріңіздер. Қалан басы шақырды бердім ғой батальонды. Келсін, ротаның қызметкерлеріне бәріне қосыңыздар, қосып жүрсін. Патрул бойынша жаңағы маяк жарықшамын қосу туралы бұйрық беріп атқаныңызға рахмет. Және бір-екі сұрақтар бар. 4 секундтың ішінде 2 рет айыппұл салған дейді жаңа Эркин патрул. Менде жаңа неде жазылып жатыр да 4 секунд. Яғни келе жатқан кезде бір расстояниеден салған, тағы да салып жіберген. Сөйтіп 2-3 шықты дейді. Мен енді оған айттым, оны барып жаңағы ГАИ-ге, МПС-ке барып арызданыңыз, біреуін қысқарту керек деп. Ол өткені бір құқық бұзушылыққа 2 рет айып. УАП-қа, УАП-қа келсе, ана кім азамат көрсетіп жатыр ғой. Қаралады.
Сосын жаңа айттым ғой, біз жайдан жай сіздікі дұрыс, біздікі дұрыс емес, иә, біздікі дұрыс, сіздікі дұрыс емес демейміз. Оны обслуживающий жаңа компания бар, Экспо проект деген. Соған жібереміз. Ол бірінші біздің мына системаның комплекстің дұрыс жасаптан. Иә, деп подтверждение беріп, сосын айтамыз, иә, сіздің мынауыңыз осылай дейміз. Егер біздікі кемшілік болса, біз ол материалын қысқартып береміз. Белгіге дейін салып жіберді дейді. Мынадай ауылдық жерде елді мекен басталды, аяқталды деген арасында 60-пен жүру керек қой. Сол жерде Экимпатролдың жаңа несі тұр, хаттамасында суретінде көрініп тұр. Сунақата деген аяқталды дейді. Менде несі бар хаттамасы. Сол Сунақата аяқталды деген фото көрініп тұр фотода. Сол жақта келе жатқан машинаны түсірген. Әлі кірмеген ғой жаңа территорияға. Иә, территорияға кірмей жатқан 80-мен ба 90-мен ба түсіріп алған. Ол енді иә, соған мен жаңа арзаңыз деп айтқам оған. Енді ол иә, арзансын дедім айттым. Сосын мынандай ситуациялар болады да. Ереке, пәке, сіздерде мына өздеріңізде халықтың айгерім, халықтың арасында жүрген адамсыздар ғой. Егер біздің шешіммен келіспеген жағдайда, мәселенге, жаңа азаматша айтады, мен келіспеймін дейді. Мына аппаратына да сенбеймін мен оны дейді. Ондай жағда сотқа арыздануға құқылы. Сот дәлелдемелерінің бәрін таразыға салады, сөйтеді да өзінің шешімін шығарады. Иә, мынау мынандай, иә, мынандай. Сот өзінің құзыретімен қысқартуға құқы бар. Көп ұсыныстар келіп жатыр. Арайдың алдында, жаңағы 3-ші поликлиникаға, емханаға шыққан кезде, сол жерде Арай жағынан келген кезде оңға қарай шығып айттық, жасадық. Қазір ұсынысымыз бар? Бар біз. Ұсынысын келтірдік. Ана немене қоймай, былай жүріс не алып кетіп бар ол. Құлама жолда.